Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай бір жасағаннан ақ шығатын рулет дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Олай болса жіберіп алмай қараңыздар. Мінекей бізге керегі. Ең алдымен 2 ыдысымызды алып, жұмыртқамызды 2-ке бөліп алатын боламыз. Сарысын бөлек, ағын бөлек. Негізі рулет жасағанда екеуін бірге де қоссаңыздар болады, бірақ осылай істеген тиімді екен. Мінекей ағын миксердің көмегімен ең алдымен осылай араластырып алатын боламыз. Миксерлеріңіздің жылдамдығын астынан бастап жоғары көтеріп, осылай араластырып аласыздар. Одан кейін 1 шымшым лимон қышқылын қосасыздар, және де 120 грамм құмшекерлеріңіздің жартысын қосып осылай араластырып аласыздар. Сол кезде осындай масса шығатын болады. Одан кейін миксерлеріңізді жумай бірден жұмыртқаның сарысын араластыра берсеңіздер болады. Қалған құмшекерді қосып отырасыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, сол кезде жұмыртқаның сарысы да көпіршіп, тағы бір масса пайда болады. Сол кезде қойып, екеуін араластырасыздар. Мінекей араластыруға да бір 8-9 минуттай уақыт кетеді. Сондықтан асықпай араластырғандарыңыз жөн болады. Мінекей біздің жұмыртқамыздың сарысы да дайын болды. Енді қасықтың көмегімен ақырындап жұмыртқаның ақ уызын түсірмей, осылай жоғарыдан төмен қарай араластырып аламыз. Мінекей бір үлпілдеп бір керемет масса пайда болады. Сол кезде сүтіміз бен сұйық майымызды да 2-3 бөлікке бөліп араластырып алатын боламыз. Біздің жұмыртқамыз түсіп кетпеу керек. Одан кейін міне ұнымызға қопсытқышымызды қосып, елегімізден осылай өткізіп отырып, 2-3 мәрте қайталап, оны да араластырып аламыз. Мінекей ішінде түйіршік пайда болмай жақсылап араласу керек. Біздің ұнымыз бен қопсытқышымыз. Осылай жасасаңыздар, рулеттеріңіздің қамыры бірден шығатын болады. Дайын болған қамырымызды формамызға салып, осылай тегістеп алатын боламыз. Астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер, әйтпесе қамырларыңыз жабысып қалады. Пештеріңіздің қызуына байланысты 35 минутта пісіріп аласыздар. Мен негізі пешімді 110 градусқа қоямын да, кішкене 10-15 минут өткеннен кейін пешімнің градусын 150 градусқа, одан кейін 180 градусқа қойып отырып пісіретін боламын. Өйткені менің пешім қатты қызады, соған да байланысты. Сіздер өз пештеріңіздің қызуына байланысты 35 минуттай пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей, мен жақын арадағы дүкеннен пергамент қағазын ала салған едім. Онша сапасы дұрыс болмай қалыпты. Асты кішкене жабысыңқырап қалды. Бетін осылай біркелкі етіп, тегістеп аласыздар да пештеріңізге қойып пісіріп аласыздар. Мінекей 35 градуста 35 минутта пісіп шықты, яғни 180 градуста. Одан кейін қағаздарыңызды алып астына төсеген осылай орап аласыздар. Ыстық күйінде орап қоясыздар суғанша. Енді креміне кірісетін боламыз. Креміне менде сливки, яғни қойытылған сүт 33%. Одан кейін 1 шай қасық қана қант ұнтағы және творожный сыр қостым, яғни ірімшік қостым. Оны да өз қалауларыңызға байланысты алсаңыздар болады. Тек қана осы сливкимен жасасаңыздар да болады. Мен кішкене крем қатты болсын деп творожный сырдан 2 шай қасыққа қостым. Сол кезде өте дәмді болып шықты. Жақсылап осылай араластырып аласыздар. Мінекей қант ұнтағында қостым 1 шай қасық. Сол кезде осындай креміміз пайда болады. Рулетіміз суыған кезде қамыры бәрін үстіне жағып шығатын боламыз. Егер сіздерде
әртүрлі жеміс-жидектер, банан, құлпынай деген сияқты жеміс-жидектер болса, ішіне қосып жіберсеңіздер болады. Бізде балалар ондайларды жемейді, сондықтан қоспадым. Мінекей, менің пергамент қағазым онша сапалы болмағандықтан осылай қамырдың бетін кішкене алып түсті. Ол ештеңке етпейді. Мінекей, осылай үстіне шоколадпен, әртүрлі нәрселермен үстін әрлеп аласыздар. Өте дәмді, бірден осылай шықты. Ас болсын.